Интернеттегі діни деструктивті топтардың тарап ақпараты әсіресе адам санасына жайлы келгенімен психологиясымен ойнаумен қатар бұл ақпараттардың көбі мемлекеттің жоқтығына, отбасы құндылықтарының кейбір тұстарының болмауына және салт пен дәстүрдің мүлдем жоққа шығаруына келіп саяды. Қадірменді ағайын, біз интернеттегі діни деструктивті жат идеологияны тарататын топтардың видеоларын көрген жағдайда, бұндай видеолардың барлығы адамның көңіліне селкеу келдіретін тұстары бар. Осы тұстарды сезіп байқап жатқан болатын болсаңыз, онда бірнеше тағы да басқа діни топтардың жазып жатқан текстерін, олардың видеоларын тағы да басқа дұрыс ақпарат көздерімен тексеріп көріңіз. Қазіргі таңда біздің дін істері комитетінің өзінің сайты бар, және діни Қазақстанда тіркелген діни ұйымдардың сайттары бар, олардың ұстаздары, олардың жаңа жасап жатқан қызметтері және белгілі дін танушы, ислам танушы мамандардың да ақпарат көздерімен салыстырып көріңіз. Адам бұл дүниеге не үшін келдім және қалай келдім деген сұрақты қоя отырып, өзінің креативті және тұңғиықтан терең тербеп ақпараттарды зерделей алатындығын біледі. Сондықтан көзді жұмып берілген ақпараттарға сене бермей, ол ақпараттарды талдауға және сараптауға үйреніп, өзімізді және өзіміздің отбасымызды бірге қорғайық.